Сәлеметсіздер, мен келген жерімізден бастап сумкамызды жалғастыратын боламыз. Мына осы жерден тоқтаған болатынбыз. Енді сумкамыздың екі шетін бастау үшін оң жақ бетіне екі моншақ саламыз. Сол жақ бетіне бір моншақ саламыз. Сол жақ бетіндегі моншақты оң жақ бетіндегімен айқастырамыз. Сосын былай тұрғызып қайырамыз. Алдында жатып істейтін едік қой, қазір енді былай тұрғызамыз. Сол жақ бетіндегі моншақты астыңғы моншақпен жалғап өтеміз. Тағы екі моншақ өткіземіз оң жақ бетіне. Екінші моншақты сол жақ бетіне айқастырып өткіземіз. Астындағымен жалғаймыз бір-біріне. Тағы да екі моншақ аламыз. Біреуін өткіземіз. Екіншісін бір-біріне жалғаймыз. Айқастырып. Сол жақ бетін астыңғымен жалғап аламыз моншаққа. Тағы да екі тас аламыз. Бір-біріне. Екіншісін айқастырамыз. Астыңғына жалғап аламыз. Сол жақ бетін. Осылай жалғастыра береміз. Екі тасты, екі моншақты біреуін саламыз, екіншісін айқастырамыз. Және де барынша қатты тартамыз. Сол жақ бетті астындағысына жалғаймыз. Қарап тұрсаңыздар, сумкамыздың уже екінші беті құрала бастады. Бірінші беті. Осылай жалғастыра бересіздер. Оң жақ бетіне екі моншақ. Біріншісін, екіншісін айқастырамыз. Сол жақ бетін бір-біріне жалғаймыз. Осылай жалғастыра бересіздер, айналдыра басқа келгенше.
екі шетін және де жабылатын қақпағын жасап алдық. Мынау соңғы жібімізді, лескамызды апарып тоқып, бұл нелердің моншақтардың арасына салып, мына жерге нені қатыратын боламыз. Жаңағы магнитті. И мына бетке де қатыру керек. Осымен сумкамыздың екінші сабағы аяқталды. Келесі сабақта мынау ручкасын істеуді үйрететін боламын. Келесі сабақта міндетті түрде қарап шығыңыздар. Сумкамыздың ручкасы дайын болады.